26 сәуір. Номері 177 жалпы білім беретін мектепте құзыреттілік бағыты аясында педагогикалық шеберлік бағыты бойынша педагогтердің көшбасшылығы оқыту сапасының нәтижесі атты тақырыпта директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарларына арналған қалалық семинар болды. Семинардың мақсаты педагогтердің көшбасшылығымен ұйымдастырылып жатқан жұмыстар жүйесімен таныстыра отырып, ұжымдағы және сыныптағы көшбасшылықты ұйымдастыру тәжірибелерімен бөлісе отырып, инновациялы тәжірибені қолдану, педагогтердің шеберлігін шыңдау және оқу сапасын арттырудың жолымен бөлісу. Семинарды алғы сөзді бастап директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Сатаев Болат Тұрсынәлиевич сөйлеп, бастауыш сынып бірлестігінің жетекшісі Байтулиева Нағима Мадербекқызы табысқа жетудегі бірлескен жұмыс тақырыбында бірлестік жетекшілерінің атқаратын жұмыстарымен таныстырып, жетістіктері мен жас мамандардың да жұмысы жайлы есеп берді. Педагогтың кәсіби өрлеуі шығармашыл ұжым қызметінің нәтижесі баяндамасын мектепке өзгеріс енгізу тобының жетекшісі Каримова Мерует Кадыртаевна оқып, 2019-2020 жылғы оқу жылынан бергі атқарылып келе жатқан өзгеріс енгізу тобының жұмысымен таныстырды. Дарынды оқушы көшбасшылық жұмысының нәтижесі деп аталатын тақырыпта жаратылыстану бағыты бойынша мектебіміздің ғылыми жобалардың жеңімпазы болған оқушылар өздерінің зерттеу жұмыстары мен түрлі зертханалық жұмыстарын көрсетті. Одан кейін мектебіміздің креативті педагогтері коучинг сабақтарын өтті. Абай кабинетінде бастауыш сынып мұғалімдері Жұмабекова Эльвира Тыныштықбайқызы, Қармысова Динара Камбарбековна және ағылшын тілі мұғалімі Туселбаев Кумар Булатович инновациялық тәжірибе көшбасшылық негізі атты тақырыпта заманауи үлгідегі бірнеше платформалардың пайдалану жолын көрсетіп, көшбасшы болудың қадамдары жайлы келген қонақтармен пікірталас өткізді. Ыбырай кабинетінде көшбасшылық сапалы оқу үдерісінің кепілі тарих пәнінің мұғалімдері Ақылбеков Рамазан Дүйсенбайұлы, Сейсенбек Бауыржан Бекболатұлы, Танакозова Үміт Аутжановна сыныптағы және ұжымдағы көшбасшылықты қалай ұйымдастыру керектігі жөнінде бірнеше жаңа платформалар мен тәсілдерімен бөлісті. Басқару психологиясы арқылы сыныпта ынталандырушы ортаны құру. Математика пәнінің мұғалімі Адилбеков Алмас Мұратбекович, физика пәнінің мұғалімі Әбдірәсіл Саян Жақыпұлы, информатика пәнінің мұғалімі Жанабаева Мадина Асқарбековна. Сыныптағы көшбасшылықты ұйымдастыру барысында әртүрлі кедергілерді жеңе отырып, оқушыға бағыт-бағдар берудің жолдарын, жағдаяттан шығу қадамдарын әртүрлі тәсілге көрсете білді. Коучинг сабақтан шыққан әріптестермен мәжіліс залында сізден бізге сандарлы ой атты тақырыпта директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Смайылова Сабира Әбдімүтәліқызы кері байланыс жүргізді. Келген әріптестер өздерінің семинардан алған керемет әсерлерімен бөлісіп, сындарлы ойларын айтып, мектеп басшысы мен мектеп ұжымына алғыстарын білдірді.